Ерте заманда, құйрығы келте заманда, шық бермес Шығайбай дейтін бай болыпты. Төрт түлігі сай болыпты, көңілі жай болыпты. Сол шық бермес Шығайбай үйіне ешкімді қондырмайды екен. Қондырса дәм бермейді екен. Тіпті тастан да қатты сараң өзі тойса да, көзі тоймайтын адам екен. Үйіне кісі келсе, оның жауабы Шығай екен. Осыдан жұрт оны Шығайбай деп атап кеткен екен. Шық бермес Шығайбайдың аты естілмеген ел болмайды екен. Оның шығайын естімеген жан болмайды екен. Қайтсем де қалай болса Шығайбайдан дәм татам деген талайлардың тауы шағылған болады екен. Алдар қу, алдардың алдамайтыны, арбамайтыны жоқ деген атақ ел-елге жайылды. Ел аузындағы мәтелге айналды. Ей, алдарың қанша қу болса да, шық бермес Шығайбайды алдай алмас дейді жұрт. Осы сөз алдарға жетеді. Шық бермес Шығайбайдың атын алдар да естиді. Шық бермес Шығайбайды мырза бай етпесем, алдар деген атым құрсын деп, алдар аттанады. Шық бермес Шығайбайдың елін іздеп сапар шегеді. Күн түн жүреді. Ақырында елден іргесін аулақ салған, ең далада жалғыз үй қонған Шығайбайдың үйіне келеді. Не істеп отыр екен бұл қу деп атын алысқа тұсап, өзі білдірмей келіп жабықтан сығалайды. Сығаласа, Шығайбай қазы тіліп отыр екен. Бәйбішесі нан илеп отыр екен. Тоқалы бас үйдіп отыр екен. Ал қызы тырнаның жүнін жұлып отыр екен. Осыдан татпасам алдар атым құрысын деп жылмаң етіп, кеш жарық деп кіріп барады. Бұлар да жылдам екен. Алдар кеш дегенді айтып болғанша, қолдағыларын жасыра қойып, Шығайбай таспаны, бәйбіше ұршықты, ал қызы тігілеп жатқан көйлекті, тоқалы көсеуді қолдарына алып отырса қалады. Түк білмегенсіп, қолдарындағы іспен болып, отырған сынып, жай барақат бола қалады. Ай, әбден әкістеніп алған екенсіңдер, мызғымас қу екенсіңдер дейді алдар ішінен. Амандасқансып, қол алысқансып, байға сүйкене барып төр алдына отырып алады. Ай, көсе екенсің, жұртты құртқан қуым екенсің. Жүрісің жылмаң екен, жырынды болсаң да сұм екенсің. Қу болсаң да, сұм болсаң да, менен дәм тата алмассың дейді бай ішінен. Қайдан жүрген сұмсың, қайда барасың? Не істеген білгенің бар дейді бай алдарға. Алдар көтеріле түсіп, күлімдеп, желдірте жөнеледі. Көрген білгенім көп. Жолда келе жатып үлкен сары жылан көрдім. Жуандығы тап өзің астындағы қазыдай. Артық кемгі басырмай, шын айтқанда жасырмай, таспен ұрдым жібердім. Күң астындағы басындай. Бұл шетті иленіп бәйбіше астындағы нанындай. Өтірік болса сақал жылынсын, қыз астындағы тырнадай. Бәрін досының көріп келдім. Асыңды ашы ұрламай. Осыны айтқаннан кейін бай, шоқ түсін тіліңе деп астындағы қазы лақтырып жібереді. Тілің кесілсін деп бәйбіше астындағы нанын лақтырады. Жағың қарсын деп тоқал басты лақтырады. Ішің толсын деп қызы тырнаны лақтырады. Қазыңды аса бер бәйбіше дейді бай. Амал қайсы деген пішінмен. Бәйбіше қазанға ас салады да, піс қазаным 5 ай десе, отырайын 10 ай дейді. Алдар етігін шешіп тастайды. Кер тағың керсін, келер жылы көрермін деп төрге отырып алады. Қазан түнімен қайнайды, бірақ түсірілмейді. Алдар да отырады. Мынау кәпір қашан жатады деп үн жоқ, қасар байда отырады. Ақырында ұйқыдан шаршап шыдай алмай, әй кемпір төсек сал дейді. Бәйбішесі төсек салады. Үй ішімен ұйықтаған кезде алдар орнынан тұрып, қазандағы етті сүзіп алып, оның орнына тулақты турап салып қояды. Бір уақытта бай тұрып бәйбішесін оятады. Мына ит ұйықтады білем. Түсір асыңды тез. Уақытымен асымызды жегізбеді ау өзі ит деп сыбырлап кетеді. Бәйбіше қараңғыда асты түсіреді. Бай пышақты қолға алып, жат жігітім жат, сазайың осы деп аузына бір кесегін асап жіберсе, түсі өтпейді. Олай қилайды, бұлай қилайды, болмайды. Етің не болып кеткен? Өткен шандыр деп қатынына ұрсады. Түйіліп қалып май сұрайды. Ақыры алдардан келгенін біліп, амалсыз аштан ашатады. Таңертең Шығайбай жолға кетпек болып, бәйбішесіне қонаққа көрсетпей маған нан бер жер дейді. Әйелі ошақта пісіп жатқан нанды оттан ала салып, байдың қойнына тыға қояды. Мұны көре салып алдар жүгіріп шығады.
Байеке, енді бұдан былай жолғамыз ба жоқ па? Ақтығы рет қазақ дәстүрімен достарша көрісіп айырылсайық деп салып байды құшақтайды. Оттан жаңа шыққан нан байдың кеудесін күйдіріп кетеді. Ау, жарайды енді деген сайын қаттырақ қыса түседі. Ау, мына ит жегірді ит жесін деп мә деп қойнынан нанды лақтырып тастайды. Байеке, ит жегенше мен жейін деп Алдекең барып нанды қолына алады. Бай дүзге аш кетеді. Бай екінші күні тағы да жолға шығарда бәйбішесіне бір торсық айран құйғызып, оны көрсетпей ішінен байлап алады. Бай енді шығу аңғайланғанда алдар: Байеке, мен сіз келгенше жүретін шығармын, амандасып қалайын дедінде, құшақтасып амандасқан болып, торсықты тұзынан қысады. Торсықтағы айран төгіліп, Шығайбайдың мазасын кетіреді. Торсықты амалсыздан алдарға беріп, Шығай бұл жолда аш кетеді. Көседен құтылмаған соң, бай көсенің атын сойып алмақ болады. Алдар байдың мұнысын тағы да естіп қойып, атына барады. Атының қасында байдың да аты тұр екен. Өз атының маңдайындағы қасқасы болмаса, екеуінің ешбір айырмашылығы жоқ екен. Маған ойлайтын зияны болса, өзіне тисін деп, атының қасқасына сиырдың шикі боғын жағып, жоғалтады да, байдың атының басына бор жағып, қасқа қойып қояды. Сөйтеді де орнына келіп жатып, ұйықтап қалады. Алғашқы түні етті жеп қойғанда алдар екенін біледі де іші за кернеп, тура тұр бәлем дейді бай. Алдар ұйықтады деген кезде сыртқа шығып, алдардың атын жарып тастайды. Міне жігітім сазайын деп өзінің істеген ісіне көңілі толып қуанып, төсегіне келіп жатып ұйқыға кетеді. Таңертең бай орнынан тұрып, алдарға айтады: Мына кемпір бір қасқа ат өліп жатыр дейді. Сенің атың болу керек, жарылып қалған. Сорлы, атыңды бақпай қазан бағып жүрген не қылған адамсың деп қарқ-қарқ күледі. Алдар тұрып: Қандай қасқа екен? Боқ қасқа болса менікі, бор қасқа болса сіздікі дейді. Бай Құдайдың ұрғанын біледі де орнынан тура жүгіреді. Жүгіріп барса, айтқандай өліп жатқан байдың бор қасқасы екен. Бай күйіп кетіп, алдарға келіп: Жоғалт қараңды сұм, мен сені де көрмеймін деп шығып кетеді. Сыртқа шығысымен қатынына: Тез жөнелт ананы дейді. Бай анада жерге шыққан жерде алдар барып оған: Етігім жыртылып, шұлғауым шығып тұр, бізіңді беріп кет дейді. Байдың бергісі келмейді. Алдар жабысып жібермейді. Ақыры болмаған соң: Алсаң алшы, аң тұрған деп, алда қараңды жоғалтшы өзі дейді. Алдар алғысты жаудырмалатып, күліп қала береді. Бай кетісімен оның бәйбішесіне жүгіріп келіп: Ал қызыңыз Бізбикені киіндіріңіз дейді. Не үшін? Баймен келісіп, мен қызыңызды алып кететін болдым. Жоғары әлі сұм, саған қыз беретін беді ол бай? Әйтпесе өз құлағымен естіп қал. Сыртқа шығып, көп жерге барып қалған байдың артынан айқайлайды: Бай, Бізбикені бермей жатыр мына бәйбішең дейді. Қатын, бер бізді, жоғалт сол кәпірдің көзін деп айқайлайды бай. Естідің бе деп алдар қасында тұрған әйелге. Мына кәрит алжыған ба өзі, елді құртқан бір қуаяққа беріп құтырған ба дейді. Қатын қалашқа бой берген алдар ма? Анау-мынау дегенде көзін бестен жасауын буып, қызды атқа мінгізеді. Алдардың ойыны осылай болды деп еліне тартып отырады. Мына әңгімені тыңдағандарыңызға көп рахмет. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.